Сәлем достар! Бүгін біздер Қытай Халық Республикасы туралы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Яғни Қытай туралы сіздерге айтамын. Қытай дегенде көз алдымызға құжынаған халық елестей бастайды. Себебі бәріміз Қытайда халық саны көп екендігін білеміз. Алайда Қытайда басқа ерекше не бар деген сауалға мән беріп көрмегенбіз. Бүгін осы ағаттығымыздың орнын толтырып көрейік. Қытай шын мәнінде өте таңғажайып ел. Ғасырлар бойы Қытай тарихшылар үшін де, саяхатшылар үшін де жұмбақ ел болып келген. Қытайға саяхат әрдайым мистицизм мен қайталанбас әсерге толы. Ежелгі Қытай өркениеті көптеген өнер табыстардың бастамасы. Тіпті өзге елдерге тиелетін бастамалардың авторы кейде осы Қытай болып табылады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Және де Қытай туралы сіздерге 20 деректі бастайын. Қытай мемлекеті әу бастан өзінің қатал тәртібімен танылған ел. Әскерилер бастарын тік ұстап, қатқан қазықтай қақайып тұру үшін олардың жағасына ине қыстырылған. Басында сәл еңкейтсең, қауіпте өзің барып ұрынасың деген. Әскери полиция саптық жүріс кезінде өз қызметкерлерінің қолдарын бір деңгейде көтеру үшін арнайы әдісті пайдаланады. Ол үшін саптың қапталына ұзын сым керіледі. Қытайда 100 миллионға жуық адам күніне $1 ғана өмір сүріп жатыр. Келесі бізде оқиға кетчуп Қытайда кетсап деген атаумен балық тұздығы ретінде пайдаланған. Макдональдстан қытайлықтар көлікте отырып, өздерімен бірге сатып алған тамақтарын алып кетпейді. Мейрамхананың ішіне барып тамақтанады. Қытай ресми түрде діни мемлекет болмағанына қарамастан, онда 54 миллион христиан тұрады екен. Және де Қытайда басқа елдерге қарағанда істі болғандарды 4 есе көп өлім жазасына кеседі. Дуньян қаласында пәк ер баланың зәріне қайнатылған жұмыртқа таңсық ас болып есептеледі. Google әлемдегі ең ірі дыбыс жазу фирмасымен бірге отырып, қытайлықтардың музыканы тегін жүктеуіне мүмкіндік берген. Қытай полициясы иттердің орнына үйректерді жиі пайдаланады екен. Жыл сайын Қытайда миллионға жуық түсік жасалады. Егер өмірге келетін сәби қыз болса, онда оны алдыртып тастайды екен. Қытайда 30 миллион адам Яодун деп аталатын үңгір үйлерді мекендейді. Бұл Австралияның халқынан да өте көп. Бұл елде әйелдер пәктігін қалпына келтіру үшін операцияға $700 төлейді. Пекин ауасын жұту бір күнде 21 темекі тартқанмен бірдей екен. 1973 жылы Қытай елдегі демографиялық дағдарысты жою үшін 10 миллион әйелді ақш-қа жіберу туралы бастама көтерген. Жыл сайын Қытайда 4 миллион мысықты жеп қояды. Шанхайда ең ұзын көлік кептелісі тіркелген. Оның ұзындығы 99 шақырымды құрап, 10 күнге созылған. Чунцинде смартфоннан бас көтере алмайтын адамдарға арналған арнайы жол бар. Бүгінгі кездегі футболымызды қытайлықтар 2500 жыл бұрын ойлап тапқан екен. Тек ол кезде бұл спорттық ойын футбол емес, сучу деп аталған екен. Және доптың орнына домалақ шар тәрізді былғарының ішіне шаш пен қауырсынды салыпты. Қытайлықтар 8 санын қастерлейді. Олардың пайымдауынша ол сан бақыт келеді. Санның мағынасының аудармасы гүлдену дегенді білдіреді екен. Бүгінгі қытайлықтар туралы берілген ақпараттар ұнаса, лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар және каналға тіркелу етіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.